Бүгінгі сабағымыз араб тіліндегі түстер. Оң жақ бағанада түстің өзі және оның ішінде оның ертегінде және әйел тегінде жазылуы. Ортасында ертегіндегі мысалдармен, сол жақ бағанада, соңғы бағанада әйел тегіндегі мысалдармен келтірілді. Менімен қайталаймыз. Абияду ақ, ертегінде. Мужской род. Байдау ақ, әйел тегінде, женский род. Енді мысалдарға. Әл-китабу абияду, кітап ақ. Әл-китабу лаунуху абияду, кітап оның түсі, лаунуху, яғни түсі деген сөз. Абияду ақ. Әл-китабу абияду алал-мәктәб, ақ кітап партаның үстінде. Мә лаунул китаби, кітаптың түсі қандай? Жауап береміз. Әл-китабу лаунуху абияду, кітап оның түсі ақ. Яғни жай ғана хабарлайтын болсақ, әл-китабу абияду дейміз. Енді оның түсін айтқымыз келсе, кітаптың түсі, ол кезде әл-китабу лаунуху абияд, кітап оның түсі ақ деп баяндаймыз. Ал егер де біз ақ кітап, уже белгілі ақ кітап туралы айтып, оның қай жерде екенін айтатын болсақ, немесе бір сөйлем құрсақ, әл-китабу әл-абияду, ақ кітап алал-мәктәби, партаның үстінде. Енді сұрақ қоятын болсақ, мә лаунул китаби, кітаптың түсі қандай? Ол кезде біздер әл-китабу лаунуху абияду, кітап оның түсі ақ, немесе бірден лаунуху абияду деп айтсақ болады. Енді сол жағында әйел тегіндегі мысалдармен. Ас-сайярату байдау, машине ақ. Ас-сайярату лаунуха байдау, лаунуха, яғни әйел тегінде, байдау ақ, машина оның түсі ақ. Ас-сайяратул байдау, ал енді белгілі ақ машинаны айтатын болсақ, ас-сайяратул байдау фил мауқиф, ақ машине парковкада. Мә лаунус сайяра, машинаның түсі қандай? Жауап береміз. Ас-сайярату лаунуха байдау, машина оның түсі ақ деп жауап береміз, немесе бірден лаунуха байдау деп жауап береміз. Келесі түс әсваду, ертегінде. Әсваду қара түс. Саудау, саудау қара түс, әйел тегінде. Әл-қаламу әсваду, қара қалам. Әл-қаламу лаунуху әсваду, қалам оның түсі қара. Әл-қаламу әсваду фил хақиба, қара қалам сөмкеде. Мә лаунул қалами, қаламның түсі қандай? Соны жауап береміз. Әйел тегіндегі мысалдармен. Әс-саату саудау, сағат қара. Әс-саату лаунуха сауда, сағат оның түсі қара. Әс-саату саудау фил джейб, қара қалам қалтада. Мә лаунус саа, сағаттың түсі қандай? Жауап береміз. Лаунуха саудау. Яғни бұл жерде тәнвинсіз айтылады түстердің бәрі. Абияду, байдау. Абиядун, байдаун деп айтылмайды. Әсвадун, саудаун деп айтылмайды. Әсваду, саудау, бәрі даммамен, тәнвинсіз. Кейін ертегінде қолданылатынды ертегінде қолдану керек, мужской родпен. Әйел тегіндегіні әйел тегіндегімен қолдануымыз керек. Келесі түстер әзрақу, көк, зәрқау, көк. Сол жағында дафтару, әс-саату, оны жоғарыдағы мысалдай өздерің орындайсыздар. Келесі ахдару, жасыл, хадрау, жасыл. Келесі сөздерді өздерің орындайсыздар мысалдармен. Асфару, сары, сафрау, сары, әйел тегінде. Әд-дафтару, әл-хақибату, мысалдарды жоғарыдағыдай өздерің орындайсыздар. Ахмару, қызыл, хамрау, қызыл. Әд-дафтару, ас-сайярату, яғни ертегінде және әйел тегіндегі мысалдармен өздерің орындайсыздар. Келесі бәнәфсәжиюн, бәнәфсәжиюн, бәнәфсәжиюн. Бәнәфсәжиюн дегеніміз жаңағыдай фиолетовый түс, яғни сливаның түсінде ұқсайтын фиолетовый түс. Мысалы, әд-дафтару бәнәфсәжиюн, дәптердің түсі фиолетовый. Әд-дафтару лаунуху бәнәфсәжиюн, дәптер оның түсі фиолетовый. Әд-дафтару әл-бәнәфсәжию фил хақиба, фиолетовый дәптер сөмкеде. Мә лауну дафтар, дәптердің түсі қандай? Жауап береміз.
Ад-дафтару лаунуху банафсажиюн деп. Дәл солай. Енді әйел тегінде бұл сөздерде тәәл марбута ғана қосылады. Болды, тәәл марбута. Мысалы, ас-сайярату банафсажиятун, тун, яғни тәәл марбута қосылды. Ас-сайярату лаунуха банафсажиятун. Ас-сайярату әл-банафсажия фил мауқиф деп атаймыз. Ма лауну ас-сайяра, машинаның түсі қандай? Жауап береміз. Ас-сайярату лаунуха банафсажиятун деп жауап береміз. Демек, жоғарыдағы түстер, оның ертегі және әйелтегі жазу атаулар бар. Ал енді келесі түстердің оған тәәл марбута ғана қосамыз. Және мысалдары келтірілді. Келесі түс буннийюн, қоңыр, буннийюн, қоңыр. Әл-харуфу буннийюн, қой, яғни көбіне еркек қойға айтылады. Әл-кәпш, яғни ол еркек қой. Әл-харуф еркек қой, әл-кәпш яғни қошқарға айтылады. Әл-харуфу яғни қойларға айтылады, үлкендеу қойларға. Әл-харуфу буннийюн, қой, қоңыр. Келесі мысалдардың өздерін толықтырып кетесіздер. Келесі сол жағында ан-наджату бунниятун, әйел тегінде енді. Бұл да қозы, тоқты деген мағынаға келеді, ұрғашы көбіне. Ан-наджату бунниятун, яғни бунния, әйел тегінде тәәл марбута қосылады. Мысалдарын өзіміз орындаймыз. Келесі түс рамади, рамади, яғни асфальтовый түс, күлгін түс дейміз қазақ тілінде. Мысалы, әл-мифтаху, кілт, рамади, күлгін түс. Әл-михфадату, яғни портмоне, қандай түс? Рамадиятун, рамадиятун деп өзіміз толықтырамыз. Буртуқали, буртуқали, яғни оранжевый, немесе апельсиновый, яғни буртуқал деген апельсин, апельсиновый, оранжевый түстерге буртуқали дейді. Әл-бейту, буртуқали, ма лаунул бейти, лаунул бейти, буртуқали деп өздерін толықтырып жазасыздар. Ас-сайярату, қалай айтамыз? Буртуқалиятун, дұрыс, буртуқалиятун, тәәл марбутаны қосамыз. Келесі түс уарди, яғни розовый, қызғылт деп айтамыз қазақ тілінде. Әл-қаламу уардиюн, әл-қаламу уардиюн, әл-қаламу уарди. Енді әйел тегінде әл-уардату, роза гүлі, уардиятун, уардиятун, әл-уардату уардиятун, яғни әл-уардату лаунуха, оның түсі уардиятун, немесе гүлді айтсақ, әз-захарату лаунуха уардиятун. Уарди деген өзі розовый гүлді, соны розовый деп атады. Араб тілінде кей кезде бір заттың түстерін сондай жеміс-жидекпен немесе өзінің бір белгілі түсі болса, сомен аталады, сомен атауға рұқсат. Мысалы, оранжевый түсті апельсиновый түс керек болса, орыс тілінде де бар ол, қазақ тілінде білмеймін. Орыс тілінде бар. Мысалы, апельсиновый деген түсті, мысалы, буртуқали, егер білетін болсақ, апельсин ол буртуқал. Соған ел қосамыз, буртуқали ертегінде. Тәл марбутын қосқанда буртуқалиятун, яғни лауну ас-сайяра буртуқалия деп айтамыз. Мысалы, баклажановый деп келеді. Бәдинжан, мысалы, әл-қаламу лаунуху бәдинжани, яғни баклажановый түс деп айтамыз. Дәл солай, мысалы, ас-сайярату лаунуха бәдинжаниятун деп атамыз. Яғни осы түстердің бәрін жаттап, жаттығуларды орындаймыз. Және келесі қағида мен айтқан соны ұғып аламыз. Демек, яғни белгілі бір жеміс-жидекке немесе жаңағыдай өзінің түсімен ғана белгілі болған нәрсені солай айтуға рұқсат.